Қыздар, осы методикамен сіз опущениядан тез арада құтыласыз. Біздің органдарымыз жай ғана матка өзімен өзі түспейді. Сонымен қатар біздің бүкіл асқазанымыз, яғни ішек қарнымыз төмен түседі екен, қыздар. Сол үшін бізде опущение болады. Опущение матки, опущение стенок влагалища, я. Ондай кезде әрине бізге интимная гимнастиканы жасау да қиын, белгілі бір результатқа да жету қиын. Сол үшін мен қазір сіздермен ең керемет методикамен бөлісемін. Яғни бұл метод арқылы сіз опущениядан тез арада құтыласыз. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші, вдох жасаймыз максимально. Выдох жасаймыз максимально. И осы жерде, қыздар, келесі вдохты жасамай, яғни на задержке дыхания, тынысты алмай, біз ішімізді қабырғаның астына тартамыз. Максимально, кто как может, максимально мы делаем этот способ, яғни ішімізді қабырғаның астына тарту. Сол кезден бастап, мына қолыңызды лобокқа қарай қоясыз, прям осылай, кішкене басасыз, ішіңіз тартылып тұр, демалмай тұрсыз, и осылай жаймен, жайлап, ішіңізді басып, саусақтармен жоғары қарай, ішіміздің тартылып тұрған жерге дейін басып келеміз. И осы жерде жай жібереміз дағын. Вдох жасаймыз. Күніне 10 рет істесеңіз, сіз результатқа бірден жетесіз.